Физика 7 сынып Кроңгурт кітабынан 49 беттегі жаттығудың 8 есебін талқылайтын боламыз. Бірінші есеп 2/18 суретте түзу бойымен қозғалып келе жатқан нүкте жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген. Нүктенің қозғалысын сипаттаңдар. Нүктенің бастапқы координатасын 400 метр деп алып, координатаның уақытқа тәуелді графигін салыңдар дейді. Енді біздің есепте былай болады. Ең бірінші бізде нүктенің қозғалысын сипаттаңдар деген ғой. Енді қараңыздар, мына графикті қарасаңыздар, жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі. Енді қараңыздар, ол графикте барлық жылдамдық осылай тұр. Яғни v-ға перпендикуляр. Бұл деген нәрсе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстікі. Ал енді қараңыздар, бізде жалпы нүктенің бастапқы координатасы 400 метр деп алып, координатаның уақытқа тәуелді графигін салыңдар деген ғой. Значит, былай. Мынау менде x, ал мына жақ менде t болады. Енді бізде нүкте бастапқыда 400 метр жерде тұрды. Енді қараңыздар, мынау минус 20, мына ер значит минус 10, мына ер просто 10 болады. Енді қараңыздар, оның бізде келесі координаталарын анықтауым керек қой, қозғалып жатыр. Оны анықтау үшін мен мына формуланы қолданамын. x1 тең болады x0 қосылған v1 көбейту t1 уақыт. Енді қараңыздар, x0 бізде бастапқыда 400 тұр. Кейін ол қаншамен қозғалды? Минус 20-мен қозғалды. Значит, мына жерде плюс минус 20. Қанша уақыт қозғалды? 10 секунд қозғалды. 10 секундты көбейтесіздер соған. Значит, ол деген сөз 200 метр болады. Оның келесі координатасы 200 екен. Значит, оның келесі тағы да екінші координасын анықтаймын. Ол үшін мен x1-ге қосамын v2 t2-ні. Значит, оның x1 соңғы координатасы 200. Оған қараңдар, оның жылдамдығы минус 10. Және де ол минус 10 мен қанша секунд қозғалды? 10-нан, міне, мына ер 20, мына ер 30 ғой. 30-дан 10 азайды, 20 секунд уақыт қозғалады. Значит, 20-ны 10-ға көбейді. 200 азайды 0. Оның келесі координатасы x3. Ол, яғни x2 қосу v3 t3. Значит, x2 деген оның соңғы координатасы, яғни 0 ғой. Қосу v3 деген оның келесі, яғни 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалған. Оны көбейтем. t3 қанша секунд қозғалады? 20-дан, қараңыздар, мына ер 30-дан бастайды, 40, мынау соңғысы 50. Значит, 50-ден 30 азайды, 20 секунд қозғалады. Сонда оның соңғы координатасы 200 метр болады екен. Енді салайық. Оның бастапқысы мына ер 400 деп басамыз. Значит, бұлай интервалдарға бөлем. Мына ер 300, мына ерді мен алам 200, мына ерді алам сонда 100. Осылай интервалға бөлесіздер де. Енді мына ерге уақыттарын қоям. 10, 20, 30, 40, мынау соңғы жер 50 болсын. Енді қараңыздар, ол бастапқыда 400 метрде тұрды. Мына жерде тұрды, бір нүкте белгіленді. Келесі 200 метр, ол оған қанша секундта жетті 200 метрге? 200 метр координатаға 10 секундта жетті. Міне бұлай болады. И оның келесі x2 0 болады. Бірақ ол оған қанша секундта жетті? 30 секундта. 30 секундта оның соңғы координатасы 0 болады. И ол қайттан 20 секунд уақыт қозғалды, яғни соңғысы 50. И оның соңғы координатасын мен көріп тұрмыз 200. Белгіледім. Бірақ ол соңғы 200-ге 50 секундта жетті. Значит, мен енді осыларды қосам, төрт нүктені қостым. Біздің қозғалысымыздың графигі осындай болады екен. Комбайн 10 минут бойы бір қалыпты және түзу 24 км/сағат жылдамдықпен қозғалады да 5 минут тоқтап тұрады. Осыдан кейін кері бағытта 8 минут бойы 36 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Оның координатасының уақытқа тәуелді графигін салыңдар. Ең бірінші біз графиктен бастайық. Яғни координатаның уақытқа тәуелділігі деп отқаным ол x километр деп аламыз біз өлшем бірлігін, ал мынаны t сағат деп аламын. Енді осы бізде координатаның уақытқа тәуелді графигі. Енді мынандай нәрсе болады. Бізде дененің бастапқы координатасы 0-де бастайды деп аламыз. Міне, мынау бас нүктеден. И ол не істейді? 24 км/сағатпен 10 минут бойы қозғалады. Мен 10 минутты
6-тан 1 сағат деп сағатқа айналдырдым. Енді оның x1 бірінші координатасын анықтау үшін x0-ге қосамын v1 t1-ді. Мен мына x0-ның орнына 0-ді қойсам, ол бәрібір v1 t1 шығады ғой. Сол себепті мен не істеймін? 24 көбейту 6-дан 1 деймін да, онда оның 4 километр болады. Значит, 4 деген сөз мына ал оған ол қанша уақытта жетті? Мына жерді мен примерно 6-тан 1 сағат деймін да, екеуін қиылыстырамын. Менің бірінші нүктем мынау болады. Мынау менде бастапқы нүкте. Келесі 5 минут тоқтап тұрады дейді. Значит, сонда ол 5 минут тоқтап тұрса, ол қай уақытқа келіп тіреледі? Значит, мен 6-дан 1-ге, яғни сағатқа қосамын 5 минут. Мен оны сағатқа айналдырдым ғой. Ол 12-ден 1 болады ғой. Значит, 12-ден ортақ бөлім берсем 2, 2-ге 1-ді қоссам 3, 12-ні 3-ге бөлсем 4, мына 1. Значит, 4-тен 1 деген сөз. Енді оның соңғы, значит, мына жерге тіреледі екен 4-тен 1-ге. Осы жерде ол, қараңыздар, мынау оның мына нүктесі болады. Енді келесі сөйтті ол 36 км/сағат жылдамдықпен 8 минут бойы x өзіне кері қарай қозғалады. Келесі координатасын анықтау үшін, енді келесі айтқан ғой, ол 8 минут бойы 36 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Енді осы кездегі соңғы координатасын анықтайық. x3 ол не болады? x1 минус v2 t2. Не үшін минус? Себебі ол x өсіне қарай кері қозғалып жатыр. x1 менің соңғым ол 4, осыдан азайтамын. v2 36 көбейту t2 8 минут, мен оны не істедім? Сағатқа айналдырдым. Ол деген сөз 15-тен 2. Значит, 4 минус 72 бөлу 15. Минус 0-ден 8. Значит, оның соңғы тірелетін координатасы примерно мына жер 4 болса, мен мына жерді минус 0-де 8 деп аламын. Значит, оның тірелетін координатасы минус 0-де 8. Но ол қай уақытта тіреледі? Енді қараңыздар. Оның соңғы уақыт 4-тен 1 болды ғой. Осы 4-тен 1-ге қосамын мен мынау 15-тен 2-ні. Сонда ортақ бөлім болады 60 деп алсақ, мынау 15, мынау 4. 15-ке 8-ді қосатын болсам 23. Сонда оның соңғы тірелетін координатасы примерно мына жер деп алсақ 23-те 60. Мына оны немен теңестірем? Мына минус 0-де 8-мен былай қиылыстырам. Сол кезде оның соңғы нүктесі мынау болады. Енді осы 4 нүктені қосып шығам. Мына мен бұдан қосам. Міне мына аралық бізде оның тоқтап тұрғаны. Қараңыздар, жол өспеді. 4 км, сол 4 км болып қалды. Ал мына жақта x өзіне қарсы қозғалды. Міне былай графигін салып қоясыңдар. Келесі есеп бізде ұзындығы 1,2 метр көлбеу жазықтан шар 2 секунд ішінде домалап түсті дейді. Осыдан кейін толық тоқтағанға дейін горизонталь жағыста 3,6 метр жол жүріп өтті. Бұған 3 секунд кетті. Әрбір жол бөлігіндегі және де барлық шардың орташа жылдамдығын табыңдар дейді. Енді біз v1-ді тапсақ, ол L-дің t1-ге қатынасы. L деген сөз бізде 1,2-ні бөлесіндер 2-ге, ол 0,6 метр бөлі секунд. Ал келесі v2 ол S-дің t2-ге қатынасы. Значит, ол деген сөз 3,6-ны бөлесін 3-ге, ол 1,2 метр бөлі секунд болады. Ал жалпы орташа жылдамдық табу үшін мен не істеймін? S жалпы бөлу T жалпы деген формуланы пайдаланамын. S жалпы дегеніміз ол 1,2 қосылған 3,6, ал T жалпы деген осыған кеткен уақыт 2 мен 3-тің қосындысы. 1,2 3,6 қоссаң, ол 4,8 бөлінген 5 болады ғой. Значит, 4,8-ді 5-ке бөлсек. Келесі деп 15 секунд бойы 4 метр секундтан қозғалған, осыдан кейін 20 секунд тұрған, ал бұдан кейін қозғалыс бағыты бойынша тағы да 10 секунд бойы 10 метр секунд жылдамдықпен жүріп өткен дене жолының уақытқа тәуелді графигі қандай дейді? Міне, жолының уақытқа тәуелділігі деген сөз, мынау t секунд, мынау s жолы и метр. Енді қараңыздар, бірде ол 15-ті көбейтемін 4-ке. Бұл деген сөз 60 метр болады. Значит, 15 секундта 60 метр жол. Значит, мына жерді мен 15 деймін да, и 60 дегенді мен примерно мына жерді деймін. Екеуін қиылыстырамын. Сол кезде мынау бірінші нүкте. Бізде қозғалыс мына нүктеден басталады. Координата бас нүктесі, яғни 0-ші нүктеден. Келесі 20 секунд тұрған дейді. Значит, 20 мына жер 15 секунд деп алсақ, и 20 секунд деген сөз ол
соңғы тірелетін уақыт ол 35 қой. Значит, мына жерге келеді. Не? Мынау нүкте. Яғни мынау 35 пен 15-тің арасында 20 секунд бар. Осы аралықта ол тоқтап тұр. Жолы өспей жатыр, қараңыздар. Келесі. Ал бұдан кейін қозғалыс бағыты бойынша тағы да 10 секунд бойы 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Значит, 10-ды көбейтемін 10-ға. Ол деген сөз 100 метр қозғалады. Енді бізге 100 метр қозғалады. Значит, 10 секунд деген сөз мынау 45. Қараңыздар, 100 метр қозғалады деген сөз ол 60-та тұрған еді. Но осы 60-қа мен 100-ді қоссам, оның соңғысы 160 болады ғой. Значит, 45 пен 160-тың қиылысында тұрады деген сөз. Енді графигін сызайық. Мына нүктені мен мына нүктені қосам, одан кейін мынаны қосам, одан кейін соңында мына екі нүктені қосам. Сонда графиктерім осындай болады. Келесі есеп. 2-19 суретте нүкте координатасының уақытқа тәуелді графигі берілген. Кез келген уақыт аралығындағы нүктенің жылдамдығын анықтаңдар дейді. Бастапқы 4 секундта, келесі 2 секундта, 6 секундтан 8 секундқа дейінгі аралықта дененің қалай қозғалғанын сипаттаңдар. Жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигін салыңдар. Бізде негізі жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі беріліп тұр. Но бізге айтады 4 секундта, яғни алғашқы 4 секундта. Мынау бізде алғашқы. Ол қалай қозғалады? Бізде бұл қозғалыс үдемелі деп аталады. Бір қалыпты үдемелі. Келесі, одан кейін енді айтады. Енді 2 секундта дейді. Келесі 2 секундта. Яғни мына аралықты айтып отыр. Қараңдар, алғашқы 4 секундта былай қараң, жылдамдығы өсіп жатыр ғой. Сол себепті оның қозғалысы бір қалыпты үдемелі болады. Жылдамдық өсті. Ал келесі 2 секунд, яғни 4 пен 6-ның арасы бізде 2 секунд, значит мына жерде айтып жатыр. Ол қараңдар, жылдамдыққа не болып тұр? Перпендикуляр. Бұл жерде жылдамдық константа болып тұр, тұрақты. Бұл жерде ол бір қалыпты түзу сызықты болады. Келесі, ол 6 секундтан 8 секундқа дейінгі аралықта дейді. Мынау аралық қой, значит 6 секундтан 8 секундқа. Осы аралықта ол қалай қозғалады? Бұл аралық қараңыздар. Мына аралықта уже жылдамдық кеміп жатыр ғой. Бұл жерде бір қалыпты кемемелі қозғалыс. Жалпы осы. Келесі есеп. Бізде А және В қалаларының арақашықтығы 250 км. Міне, мынау А қаласы және де мына аралық бізде болсын В қаласы. Осы екі қаланың арасы 250 км. Енді екі қаладан бір мезгілде екі автомобиль шығады. А қаласынан шыққан автомобильдің жылдамдығы дейді. Міне, мына жақтан бір автомобиль ВА жылдамдықпен шығады. Мына жақтан екінші автомобиль бір ВБ жылдамдықпен шығады деп қарастырайық. Әр автомобильдің үшін жолдың уақытқа тәуелді графигін салыңдар дейді. Және автомобильдің кездесу орны мен уақытын анықтаңдар дейді. Енді қараңдар, бізде ең бірінші кездесу уақытын табайықшы. Кездесу уақыты ол S-дің В-ға қатынасы. S деген екеуінің екі қаланың арасы, ал В деген сөз мынау ВА мен ВВ-ның қосындысы. Себебі екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Сонда 250-ді бөлемін 60 пен 40-тың қосындысына. Ол деген сөз 60-ты 40-қа қоссаңдар 100, 250-ді 100-ге бөлсеңдер 2-де 5 сағаттан кейін екеуі кездеседі. Яғни 2,5 сағаттан кейін кездесу уақытын таптық. Және де осы жерде олардың кездесу орнын табыңдар дейді. Кездесу орнын табу үшін ең бірінші бүйтіп айтамыз. S тең деймін. Мен кез келген бір автомобильдің жылдамдығын алам. ВА болсын, ВБ болсын. Мен ВА-ны алдым и оны Т кездесу уақытына көбейтем. Сонда ВА деген 60-ты көбейтем 2-де 5-ке. Значит,
бұл деген сөз 150 километр жол жүреді деген сөз. Яғни ол кездесу уақытына дейін 150 километр жол жүреді. Енді қараңдар, автомобиль 150 километр жол жүрді. Значит, ал В автомобиль қанша жол жүреді деген сөз, екі қаланың арасы 250, значит, ол 100 километр жол жүреді. Кездесу орны, значит, А қаласынан 150 километр жерде, ал В қаласынан 100 километр жерде кездеседі. Келесі енді уақытқа тәуелді графигін анықтаңдар деген ғой, яғни жолдың уақытқа тәуелді, яғни әр автомобиль үшін. Оны қалай істейміз? Мынау менде S километр, және де мынау Т, ол бізде сағат. Енді біз не істейміз? Бірінші автомобиль қанша жол жүрді? 150 километр жол жүрді. 2,5 сағатта 150 километр. Значит, мына жерде мен 150 деп басам, ол қанша уақытта жүрді? 2,5 сағатта жүрді. Значит, екеуінің қиылысқан жері міне мына аралық менде мынау бізде бірінші, яғни А автомобиль үшін. Келесі, міне жүрілген жолдың S километр деп аламыз. Осының Т сағатқа тәуелділігін салу керек. Келесі екінші автомобиль үшін. Ол қараңыздар, 2,5 сағатта 100 километр жол жүрді. Мына жерде 100 деп алам. Оны ол 2,5 сағатта бағындырды. Екеуін қиылыстырам. Бір нүктені саламда, мына аралық ол бізде екінші автомобильдің несі? Яғни В автомобилінің графигі болады. Келесі есеп. 2-20 суретте график бойынша денелердің қозғалыс жылдамдығын анықтаңдар дейді. Енді мынау бірінші дене, енді мынау екінші дене. Қарасаңдар, бізге қиылысқан жерін беріп қойып, бірінші дененің жылдамдығы ол S1-дің T1-ге көбейтіндісі ғой. Ол қанша жол жүреді? Қараңдар, қиылыстырасыңдар былай. Қиылысқан кезде ол 2 секундта 40 метр жол жүреді. Значит, 40-ты 2-ге бөліп, оның жылдамдығы 20 метр бөлі секунд. Ал келесі автомобиль бізде ол 2 секундта, қараңдар, 60 метр жол жүреді. Значит, S2 бөлінген T2, 60-ты бөлім 2-ге, ол 30 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалады.